Бәріңе сәлем. Бүгін Minecraft 1.7.9 ойнаймыз. Сіздерге айтқандай алдыңғы бөлімде бүгін үңгірге түсеміз. Алдында біз лаваға түсіп кеткен тұғымыз. Соны барып басынан істеп қайтамыз. Тамақ алсам, қарным ашатын сияқты. Көмір алайын. Тамағымды күтейін. Басқа нәрсе істеп келейін. Басқа не бар? Балта. Балтамды алып шамал неғып келем ау деймін, есік. Барып тайғап келейік. Бары қарай неғымайған. Мына жерден алмай кетіппін ғой. Талдарым өспей жатыр. Өссе дәу тал болайын деп отырғаным, өйткенде өзім ектім деп қоям. Мына талды алайын. Мына жақта бір нәрсе бар сияқты. Ішінде садақшы жүрген сияқты. Мен барып қылышымды алып келейін. Мына талымды екіп қоя салайын. Сосын үңгірге кіріп шығамыз, өйткені ішінде садақшы бағалы нәрселер бар ау деймін. Етім дайын болды. Кет үңгірге. Ой, ағашқа намаптық қой. Кешіріңіздер, соны алып келейін барып. Ағашқа деген жаңа факел деген сөз ғой. Факел жоқ екен. Онда факел жаса салайын. Мұны ағашқамыз бар, факел. Біріп кіріп, өзімізге жарық қылайық. Ішіне садақшыны өлтірекші бірінші, бәрінен бұрын. Әйтпесе ол өлтіріп тастауы мүмкін бізді. Мынаны жаба салам ау деймін. Өйткені маған қазір кедергі жасайды да. Мына жерде көмір бар екен. Көмір бізге қазір өте керек нәрсе. Оқты, зомби. Өрмекші тағы. Мақта ештеңе жоқ сияқты, Мына жердегі көмірді ала салайын. Бір бетін. Ол маған қазір ағашқа жасағанға, ет пісіргенге, темірді алғанға керек болады. О, темір көріп тұрғандарыңыздай көп темір екен. Мынаны ала салайын. Мен барып аналарды өлтіріп келін, айтпесе олар мен бірінші өлтіріп тастайтын сияқты. Әні! Қаш. Аны келе жатыр. Қай жеріме қадап қойған, қараңыздар, дәл басыма, көріңіздер ма? Ол сондай мейірген. Мен өлтіріп тастадым. Міне тағы да темір. Темірге бай жер ау дейме. Оқты. Қаш. Келсін, сосын өлтірем. Найқа алдын ала, жоқ. Мына жақта тағы да темір бар екен. Түсейік, жоқ, түспей тұра бәрін темірімді алып
өздеріңізге көрсеткенде алдыңғы үңгірме барып қайтайыншы, әйтпесе сіздер ренжіп қалуларыңыз мүмкін. Жаман комментарий жазуларыңыз да мүмкін. Сол үшін сойға барып қайтайын бірінші. Темірлерімді алып. Жер өте темірге бай жер екен, Мен бір жерден шығайын. Әйтпесе өлтіріп тастайтын. Қарным ашты, сол үшін тамақ жеп алайын тезірек. Тамақ табу керек маған. Өрмекшінің дауысы шығып жатыр. Әні көрдіңіздер ма? Бұл мені өлтіріп тастайды, бұл жаман. Үстіне тағы нәрсе бар ау деймін. Садақшы. Менен жауынгерлік жаман шықпайды ау деймін, Сиырды өлтіріп тастайық. Ет керек бізге қазір қарны ашқанға. Тағы да сыған. Шошқа сосын. Бұл шошқаны ғана көріп тұрмын. Мына жерде де шошқа бар екен. О, есек. Есектен не шығады екен? Есекті өлтіріп көрейікші. Одан тер шықты. Тер ғана шықты әшейін. Басқа тағы нәрсе шығам екен. Басқа ештеңе шықпады. Тауықтан бүтін тауық шығады, мынау гриль дейді орысша. Сондай шығады. Қазір бәрін қорып, ұйықтап, азандап аттанайық. Бірінші темірімді қорып алайын. Ой, тоқта. Ескім жаппаппын ғой. Ұйықта. Қайырлы таң бәріңе. Майнкрафт бойынша. Мынаны алып тастайын, бірінші етімді қайнатып алайын. Сосын барып не қылам. Аны көрдіңіздер ма, зомби өліп жатыр. Күннің кесірінен олар түнде ғана шығады, күнге шықса олар жанып кетеді. Сол үшін олар үңгірлі жерде және талдың астында тығылады. Өздері сондай қу. Мынада нелер бар екен. Садақ жаса болсам ба деп қоям. Бірінші қармақ жасайыншы, айтпақшы, қармақ жасауды үйретейін сіздерге. Сіздерге мынандай 3 жіп алады. Бұл 3 жіпті өрмекшіден алады. Бұлайнан 3 таяқ дізіп қоясыздар да. Осылайнан қоясыз 2 жіпті. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай қармақшыды. Осы қармақпен балық аулаймын қазір. Сіздерге соны көрсетейін. Мына судан шығам. Мына судан алайықшы, ана судан шықпайтын сияқты. Қазір ауланады. Күтеміз. Сабыр түбі саралдың. Күтеміз, қазір өзі ананы жұтып қояды, сол кезде тартамыз. Қазір күтеміз. Аны, міне балық, өздеріңіз көріп тұрғандай. Міне, бұны тек қана қуырып жейді ау деймін. Өзім бұлай жесеңіздер де болады, қуырып жесеңіз көп жан береді да, көп азық береді. 3 балық аулайын, сол маған қазір қуырып, үңгірге апарам. Әні? О, но немене? Кітап дейді ғой. Кітапта не бар екен? Ештеңе жоқ сияқты. Бұл кітапты қоя тұрайық. Күтеміз. Қазір.
Күтеміз, қазір жұтып алады жаңағындай. Тез кір. Осы көрермендер күтіп қалды. Осы. Осай. Ән жұтты. О, мұна немене? Берка дейді. Бұның не екенін білмеймін әзір. Болды, осымен жетеді. Бәріп балық аулайық. Балық аулайық деппін ғой. Үңгірімізге кірейік, кешегі түсіп кеткен. Тауығымызды қурайық. Мынаны қалдырам. Мынаның бәрін қалдырып кетпесем, қазір түсіп кетуім, жаңа лаваға түсіп кетуім де мүмкін. Темірін не қыласайын, барып көп ағаш әпкемесем, маған неден жасау керек? Тек пешек жасау керек. Сегіз талды отырғыза салам деймін. Болды. Қанша тал болды? 11 тал жетпейді. Бізге көп керек әлі. Отыз төрт жетеді деймін. Жетеді 34, қазір мен бір алайын. Болды. Үйіме қайтайын. Мен бірінші балығымды қуырып алайыншы. Енді маған ой, мен дұрыс қоймаппын ғой. Маған бірінші таяқ жасау керек еді. 16-дан не қылайын? Осы 48 жетеді деймін. Енді мынаның бәрін қалдырып кетейін. Өйткені маған қазір мен өліп қалсам, бұлар қазір жоқ болып кетеді. Мына сандығым орны жетпей қалды ғой. Мынаны қалдырып кете салайын. Мына бәрі керек емес. Осы болды, осы үшеу керек. Төртеу болды. Ой, тамағым қалып кетті, кешіріңіздер. Ал кеттік. Күн қаяқта? Дәл ортада екен ғой. Тамақ жеп алайын. Қарным ашқан сияқты. Өздеріңізге белгілі, алдыңғы видеода біз қазған кезде жерге түсіп кеткен болатынбыз. Лаваға түсіп кеткен болатынбыз. Қаяқта еді? Осы жерде ме еді? Ой, адасып қалдым ғой. Бұл жерде емес. Бұл жерде де емес.
Ой, өліп қалдым ғой. Есімнен шығып кетті, қай жерде еді. Мына жер екен ғой. Кешіріңіздер. Осы жерден кіру керек еді. Алдында есімнен шығып кетті, қай жерден шығатын. Мына алмай қойшы, шығарды алам. Тырғап кетсем. Мұны көргендеріңізде алдында осының ішіне түсіп кеткен болатынбыз. Бұлайна қазып көрем. Осылайнан қазып. Кешіріңіздер. Мына жерді қазамыз ау деймін. Өйткені шетіне барып қазсақ. Бұлайнан бір қазып көрейін. Лава жоқ па екен, бар ма екен? Ойбай! Бір жерден атып атыр ғой. Тамақ жеп алайын. Жүрегім. Көбей. Мына жерде пещера бар екен ғой. Мына жерде жалмауыз кемпір жүрген сияқты. Сол мені улап тастады, айтпесе мен өлмеймін. Бар қылышымды алып келсем бе екен, алып келейін, қылышымды. Қылышымды алып келейін. Қылышымды алып келейін барып. Қылышымды алып келсем, сол ведьманы жалмауыз кемпірді өлтірем. Мен қазір жатпай тұрайын, өйткен азан болса да бәрібір үңгірде қараңғы болады. Сол үшін мен жатпай қояйын. Үйіме тезірек барайын. Кеттік үйге. Мына жақта темірді бітіріп қойған ау деймін, бітіріп қойыпты. Мына жақтан қамыр алайын. Енді қылышым қаяқта еді? Қылышым тұр, міне қылышымды алдым. Балықты да ала салайын, өйткені қазір қарным ашып қалады. Мына темір тастай салам ау деймін, өйткені қазір өліп кетсем құр босқа кетіп қалады да. Ал кеттім үңгірге. Сәттілік тілеңіздер. Аяқта емес. Тамақ жеп алмасам, қарным ашып кетті. Осының ішінде болатын тұғын. Жаңа жалмауыз кемпір. Жоқ. Қай жерде бұл? Қазып алайын, мына жерді шығып шамал. О, темір. Темір. Мынау керек болады қазір. Судың бетін жаба салам ау деймін. Өйткені маған көп кедергі жасап отыр да бұл. О, тағы да темір. Темір көп болса бізге де жақсы. Сауыт жасап аламыз үстімізге. Астын қазып көрейікші. Бар ма екен, жоқ па екен?
Мына жер караңгы кеткен сияқты, сол үшін ағашқа қоя салайын. О, жердің түбіне жеттік. Жердің түбіне жету деген жақсы. Өйткені жердің түптерінде алмаздар болады. Оны абайлап қазайын. Өйткені қазір үстіме лава құйып кетсе, жаманның көкесі сол кезде болады. Жанымда сияқты ше лава. Дауысы шығады да маған. Жан жақты қасып көрейші. Жерге қоймасам қараңғы кеткен сияқты сіздерге. Болды. Алшақ тұрмасам. Қараңғы кетті деймін сіздерге. О, міне алтын. Бұның қасында лава болудан мүмкін, өйткені бұны жайдан жай қоя салмайды да, сол үшін абайлап жан-жағын қасып көріңіздер. Лава жоқ екен, ала берейік. Көп алтын. Алтын бізге керек болады. Мына жерді жаба салайын. Тіке қасып кете берейін. Құдай қаласа. Сіз өздеріңізге айтқандай міне лава, осының үстін қазайық. Осының жанында немесе шеттерінде лава алтын міне алмаз. Сіздерге көрсете алмай жүрген алмаз. Бұны алмазды табу қиын. Бұл тек қана лаваның немесе жердің түптерінде болады. Алмаз. Қуанып тұрмын. Төбесін қасып шығайын. О, редстоун. Бұл ағылшынша сөйтіп атайды. О, міне. Алмаз негізі лаваның жанына қойылған ау деймін. Үстін қасып көрейінші. Жоқ, үстінде жоқ екен. Жабайын құрсына жерді. Міне алмаздың жанында лава жоқ, сол үшін алып алайық. О, 4 алмаз. Жақсы, 4 алмаз деген. Кейбір жерлерінде 3 алмаз шығады. Олар бізге жабу керек. Қашу керек. Қойып кетсе жаман. Жаба салайын мына жерді. Алмаз таптық. 4 алмаз. 4 алмаз бізге жетеді ау деймін. Негіз жан-жағынан көп табуға болады, бірақ бізге жететін сияқты осы. Мына жер жаба салайын. Тағы қасып шығайын, қайтпайық. Қазір мен алмазный қайла жасап алсам, онымен обсидиан алуға болады. Обсидианнан портал деген қазақшасын есіме түсіре алмай жатырмын. Тозаққа қарай барамыз. Тозақтан неше түрлі заттар алуымыз керек өзінің миссиясында. Қайтамыз ау деймін. Қайтамыз. Мына жерден бүйтіп қойып шығамыз. Міне шықтық. Енді қайтатын жолды іздеп елімізге қайтайық. Үйімізге қайтайықшы. Ала лаваға түсіп кетсем бәрінен жаман осы. Алмаз дейді.
қазір келесі видеода осы өзіміздің астындағы сіздерге көрсеткен соның қасынан іздейміз. Соның қасында да алмаз болуы мүмкін. Сіздерге осы алмаз қайланы жасап тоқтатамын деймін видеоны. Тоқтатқан жақсы болатын сияқты. Жаңбыр жауып жатыр. Ұйықтап аламау деймін барып. Сөйтіп азанда сіздермен қоштасам. Енді мобтарға түс қоймасам болғаны. Мобтар жаман, ужас. Айттым. Қашу керек. Қаш. Садақшылар келатыр. Қашу керек. Алмазымен бірге өліп кетпесін болған. Атып жатыр. Мынаны өлтіре салайық. Көрдіңіздер, эндермен, қызыл жанғанда эндермен. Ол эндермен жаман, ол көрінбей өлтіріп кетеді сені келіп. Үйіме барайын ертірақ. Ұйықтап алайшы. Қорқып жатырмын. Кіріп жатып ұйықтап алайын. Ұйықтадым. Мобтардан құтылдым ау. Көрдіңіздер ма, жердің түбіне барып, лаваның қасынан іздесеңіздер алмаздар әдемі табылады. Қазір мен мынаны бірінші алтынды алып алайын. Туры садақшы басыма қадаған қарасаңыздаршы. Егер шын өмірде болса мен өліп қалатын емші мынандай неден кейін. Енді қазір сіздерге алмаздан қайла жасауға үйретем. Кәдімгі қайла жасау керек. Ол үшін тастың, темірдің орнына кәдімгі алмаз қойсын, болды. Міне қайла. Осымен енді барлық нәрсені табамыз. Міне көріп тұрғандай алтын. Бұл мен сауыт бәрін жасауға болады. Келесі видеода сауыт бәрін көрсетем. Қылыш жасауды көрсетем. Алмазный қылыш. Бәріңе сау болыңыздар. Жазылып отырыңыздар. Егер ойнағыларыңыз келсе, мен бірге скайп астында болады.